Ассаламағалейкум, Ел Кезет ақпараттық танымдық порталының құрметті көрермендері. Сіздердің назарларыңызға домбыра үйрену сабағымыздың 15-ші бөлімін ұсынамыз. Бұл сабағымызда қазақтың классик композиторы Құрманғазы Сағырбайұлының Балбырауын деген күйін назарларыңызға ұсынбақпыз. Бірінші Құрманғазының Балбырауын күйін үйренушілерге ыңғайлы болу үшін жай жылдамдықта, яғни жай темпте орындап берейін бастан ақыр. Сосын арғарай бөлімдерге бөліп, қай жерінде қандай ерекшелік бар, соны айта отырып назарларыңызға ұсынатын боламыз. Мінекей, сіздердің назарларыңызға Құрманғазының күйі Балбырауынды тартып бердім. Енді осы Құрманғазының Балбырауын күйін үйретудегі кейбір әдіс-амалдарды назарларыңызға ұсынайын. Құрманғазының Балбырауын күйі әдетте өздеріңіз білесіздер, оркестрде көп тартылады, жеке орындауда да тартылады. Өте бір сондай ойнақы тамаша күй. Күйдің басталар жері, міне рет саныменен санағанда екінші мына ноталық белгінің, яғни екінші таңбаның, нүктеден кейінгі пернеде бас бармақтан басталады. Яғни басталуы үш қағыспенен тартылады. Бірінші міне данда-да-данда, данда-да-данда, данда-да-данда деген үш қағыспен, яғни қарап отырыңыздар, міне. Көрдіңіздер ме? Мен жай темпте тартып отырмын, міне. Сіздерге түсінікті болу үшін. Енді арғарай, мінекей, осы бас бармақпен басып отырған перненің, алдындағы перненің астыңғы шегінде сұқ саусақпен басталады. Мінекей, қарап отырыңыздар. Міне, бір, екі, мына үшінші нүктеден кейінгі перне, мына перне, мына перне, мына перненің арасындағы дыбыс қазір тартып отырмын, көріп отырсыздар, мінекей. Негізінен Балбырауында мына оң қолдың қағыстарында мынандай қағыстар кестеседі. Жаңа басталған кезде дан-да-да-да-да, дан-да-да-да-да деген қағыстар, сосын алма кезек қағыс бар, сосын дага-дага-дага деген, да-да-да-да-да деген осындай 16-лық қағыс дейміз. Сондай жүрдек жерлерінде осындай қағыстар қағылады. Көрдіңіздер ме? Сондықтан бірінші жаңағы басталатын дыбысты көрсеттім. Енді Балбырауын негізінен үш үлкен бөлімнен тұрады. Біріншісі, мысалы, осы басталғандағы бөлім мына жерден басталып, мына кіші сағадан өрге қарай шығып барып аяқталады. Екінші бөлім мына жерден басталады, міне. деген бөлімді аяқтаймыз. Үшінші бөлім саға.
Міне көрдіңіздер ма? Басталған бөлім, сосын орта буындағы тартылатын бөлім, сосын сағада тартылатын. Осы 3 бөлімнен құралады. Мінекей көрдіңіздер, сол 3 бөлімнен міне басталған кезінде қайталап айтам. Міне жерде міне деп басталатын бөлім, сосын бұл бөлім біткеннен кейін мынаған түседі. Әуен. Мынаған. Домбыраның осы жеріндегі буыннан басталатын бөлім, сосын саға міне. Дегенді тартып, сонымен күй аяқталады. Енді сіздерге осы балбырауын күйінің ең бір жаңағы қиын жерін көрсетейін, әдіс амалын. Мысалға міне бастап тартайын. Мына үстіңгі дыбыстарды алған кезде барынша жұмсақ үстіңгі дыбыстар естілуге мән беруіміз керек. Көрдіңіздер ме? Міне. Мына екінші нүктенің алдындағы пернеден үстіңгі дыбыс алынады міне. Сол саусақпен мінекей. Енді міне жерде деген жаңа бірінен кейін бір жалғасып отыратын осындай әдемі буындары бар, мысалға әуендері. Та-та-та-та, така-така-така, така-така-така деген міне. Да-да-да-да-да-да-да-да-да. Деп, мынау бірінші бөлімде осы буын тартылады, екінші бөлімде одан ұзағырақ тартылады, үшінші бөлім сағада, сағадан басына дейін келеді. Осы жерде мына сол қолдағы саусақтарда, құрметті үйренушілер, назар салып отырыңыздар. Көп жағдайда мән беруіміз керек мына сол қолдың саусағы. Яғни біз осының алдындағы мына саусақ қою сабақтарында айтқан болатынымыз, мына саусақтар кәдімгі реттілігін, өзінің қағидасын сақтап, пернеден пернеге жылжығанда өте мән беретін жаңа қағидаттарды сақтап отырған жағдайда балбырауын дұрыс шығады. Яғни міне қараңыздар. Бірінші бөлімнен аяқталатын кезінде келетін мына сол жаңағы айтқан буынды көрсетейін сіздерге. Міне. Осы жерде міне көрдіңіздер ме? Кәдімгі дыбыс маржандай болып үзілмей отыру керекті. Кейбір кезде мынандай тартып жататындар бар, мысалға мына саусаққа мән бермеген домбырашылары. Бүйтіп шашырап, саусақ дыбыстың тазалығына, дыбыстың қоюлығына, дыбыстың үзілмей шығатындығына осы саусақ үлкен әсер етеді. Сондықтан мінекей. Деген, мына бірінен кейін бірі секвенциялық жылжу дыбыс қатары осы өте мән беретін нәрсе. Бұл мына орта буыннан кейін, мына екінші буында да қарап тартып берейін. Екінші буында да осындай, тура осындай ұзағырақ тартылатын бөлім бар. Яғни сөйлем. Сол кезде де осы сол қолдың перне басуы, яғни пернеден пернеге жылжуы, дыбыстардың үзілмей шығуына біз өте мән беруіміз керек. Міне екінші бөлім. Бұда да үстінен алатын дыбыстар бар міне. Мінекей. Көрдіңіздер ме? Көріп отырсыздар ғой мінекей. Міне. Өздеріңіз көріп отырғандай, тура осы бүйтіп жылжыған кезде мына бас бармақ көтерілмейді. Қарап отырсыздар ғой. Сонда мына саусақтар ғана жылжып отырады. Бұл саусақтар кәдімгі өзінің қағидатын сақтай отырып, жаңағы дыбыстар үзілмей жылжу керек. Мінекей. Бір рет қайталап жіберейін назарларыңызға жай темпте. Мінекей, көрдіңіздер ғой. Міне жерде де енді сағаны көрейік.
үстіңгі дыбыс. Міне. Көрдіңіздер ғой, сағада тіпті ұзағырақ алынады. Сол кезде дыбыстық, жаңағы қайталап айтам, дыбыстың үзілмей қою, таза шығуына өте мән беруіміз керек. Сағадан шығатын жерін қайтадан бір қайталап жіберейін. Деген жерге дейін бас бармақ басылмайды. Одан кейінгі жерде бас бармақты басып аламыз. Міне қайталап жіберем назарларыңызға. Мінекей. Осы үш бөлімнен түсіндіңіздер ғой, қағыс кәдімгі қарапайым қара қағыспенен өзгеріп отырады. Мынандай қағыс қайталап жіберейін. Басталған кезде. Сосын алма кезек қағыс, сосын деген қағыстар осы негізінен үш түрлі қағыс жиі қолданылады. Енді сіздердің назарларыңызға Құрманғазының Балбырауын күйін басынан ақыр бөлімдерге бөліп тартып бердім. Осы тартылып жатқан кезде, яғни тартылған кезде мән беретін жаңағындай ерекшеліктерге сіздер баса назар аударуларыңыз тиіс. Яғни мына саусақтың реттілігі, мен сіздерге түсінікті болу үшін саусақты және бір рет қайталап жүрейін, рұқсат болса, мінекеңіз. Қазақшалап айтқанда, қарапайымдап айтқанда, тізілген маржан сияқты болып отыру керек. Саусақтар шашырамай, бірінен кейін бірі жіпке тізген маржандай болған жағдайда Балбырауын күйінің дыбысы да сондай өте тамаша, өте таза шығады. Құрметті Ел Кезет ақпараттық танымдық порталының көрермендері, сіздерге бүгінгі 15-ші сабақта Құрманғазы бабамыздың Балбырауын күйін назарларыңызға ұсындық. Әр қазақтың төрінде қасиетті домбырамыз ілулі тұрсын, әр қазақтың шаңырағында қасиетті күй өнері шалқып тұрсын ағайын.